Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі кездерде хит болып жүрген дастарханның сәні болатын сырный рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті бірінші сыр қажет болады. Сырды менде сметанковый сырын қолданатын боламын. Сіздер міндетті түрде кому, бурнинский немесе осындай сметанковый сырларын қолданғандарыңыз жақсы болады. Осыны өлшеп аламыз. Мен 250 грамм өлшеп алдым. Себебі мен бүгін кішкене әсел пешке жасайтын боламын. Сондықтан құрамын кішкене азайтып жасадым. Сіздерге барлық рецептісі мөлшерін барлығын тастап кететін болам. Сол бойынша жасасаңыздар міндетті түрде жақсы шығатын болады. Енді сырымызды осылай барлығын теркадан өткізіп алатын боламыз. Міне барлығын осылай теркадан өткізіп алдық. Барлық құрамын мен описанияға қалдырып кететін боламын міндетті түрде. Енді осыған 3 жұмыртқа қосамыз. Және де осындай балаларға беретін манная кашаны 40 грамм қосатын боламын. Оны да өлшеп осылай саламыз. Және де майонезімізді қосамыз. Осындай жарты шай қасықтай кондитерский пищевой осындай краситель, сары түсті краситель қосамыз. Ол міндетті емес, егер де сіздер сары болып әдемірек болып тұруын қаласаңыздар, осындай краситель қосып жіберіңіздер. Оның ешқандай зияны жоқ, қорықпаңыздар. Міне осылай араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін осындай Поклан фирмасының пергамент қағазын қолданыңыздар. Себебі сіздер басқа мен өзім опытымда бар болғандықтан айтып жатырмын. Бұдан кішірек басқаша арзан пергаменттерге қанша май жағып салсам да, менің осы сырный рулетімнің омлеті жабысып қалған болатын. Сондықтан міндетті түрде осындай Поклан фирмасының пергаментін қолданыңыздар. Міне осыны листіға жайғастырамыз да, бір келкі қылып тегістеп шығамыз. Бір шеті жұқа, бір шеті қалың болып қалмауы керек. Бір келкі етіп, асықпай әдемілеп жайғастырып шығамыз. Жайғастырып болғаннан кейін 180 градус қызып тұрған пеште 10-12 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Сіздердің пештеріңізге қарай қарап тұруларыңыз қажет. Үстін басқан кезде қолымыз жабыспауы қажет. Міне осылай барлығын тегістеп аласыздар. Пешке жіберген уақытта енді ортасына біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен сиырдың майсыз фаршын қолданамын. Осыған 2 түс чеснокты терканы майда көзінен өткізіп алатын боламын. Және де бір кішірек пияз қосам. Сіздердің пияздарыңыз кішкене үлкенірек болатын болса, жартысын қоссаңыздар жеткілікті. Дәміне қарай тұз, паприка және де қара бұрыш қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Қолымызбен қаттырақ мұжып бір келкі қылып араластырып аламыз. Міне осында масса болып шығады. Менің міне омлетім пісіп шықты. Қолмен ұстаған кезде жабыспайды. Ыстық та емес, бір 5 минуттан кейін ғана барып салмасын үстіне жайғастырып шығамыз. Және де бір ескеретін жайт, сіздер омлеттеріңіз пісіп, ішіне салатын салмаларыңыз дайын болмай қатты суытып алып жүрмеңіздер. Қатты суып кеткен омлетті сіздер орау өте қиын болады, сынып кетуі мүмкін. Сондықтан жылы күйінде орауларыңыз қажет. Міне осылай видеода көрсетілгендей бір келкі етіп орап, артқа қарай кішкене тартып, тығыздап орап шығасыздар. Себебі ортасы қуыс болып қалмауы қажет.
орап екі шетіне қарай жай тартып осылай орап шығасыздар. Енді осы рулетті фольгаға орайтын боламыз. Фольгаға орап, екі шетін конфет тәріздес қылып орап қоямыз. Дәл осылай 3 қабат фольгаға орайтын боламыз. Себебі біз қазір пешке салған кезде күйіп кетпеу үшін міндетті түрде 3 қабат фольгамен ораңыздар. Және де қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аласыздар. Пісіп шыққан рулетте бірден шешуге болмайды. Фольгасынан суытып барып 30 минуттан кейін шешіп, холодильникке бір түнге қалдырасыздар. Сол кезде ассорти етіп турағанда өте ыңғайлы болады. Ыстықта жегілеріңіз келсе бірден кесіп жіберуге де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.